Сәлем достар, құрметті көрермендерім. Бүгін YouTube'да бізде осындай көрерменімізден YouTube'да сұрақ түсіп жатыр. Ағай, сосын it's пен it's айырмашылығын түсіндіріп бересіз бе деп. Сонда бүгін біз осы көрерменіміздің сұрағына жауап береміз. Өте орынды сұрақ, соған қарап кетейік. Себебі бұл жиі кездесетін қате. Яғни it's пен апострофпен жазылатын it's-ті апострофсыз жазылатын it's-ті шатастыру. Айтып кететін нәрсе, маңызды нәрсе, екеуі бірдей емес. Кейбір адамдар осы екі сөз бірдей деп ойлайды. Екеуі бірдей емес және екі түрлі мағына береді де және екі түрлі функцияны атқарады. Сол қарайық. Бірінші it's-ға апострофпен қарайық. It's апострофпен, ол it is деген сөздің қысқарған түрі. Сонда it's, ол it is. Егер де апострофпен жазылса, ол it is деген мағынаны білдіреді. Сонда it's апострофпен, ол it is-ден қысқарған түрі. Келесі. It's бір затқа, болмаса бір жануарға қолданылады. It's ол бір затқа, болмаса бір жануарға қолданылады. Оның мағынасы ол деген мағынаны береді. It is. Сонда ол, яғни ол деп біз ер адамға қолдансақ болады, ол he, әйел адамға ол she, ал ол затқа, бір затқа, болмаса бір жануарға, оған біз it-ті қолданамыз. Және is ол етістік. Сонда it is ол жаңағы есімдік, it деген есімдікпен is бірге келіп тұр. Сонда it's-ті біз бір затқа, болмаса бір жануарға қолданамыз. Жете ме? Мысалдарға келтіп қарап кетейік. Мысалы, it's a pen, зат қой. Ол қаламсап. It's a dog, жануар. Ол it. It's a house, ол үй. Көрдіңіз? Сонда it's деген ол деген мағынаны білдіреді. Ол. Яғни бір затқа, бір зат, pen, house, болмаса бір жануарға. Dog, бір жануарға. Жүре ме? Сол. It's деген ол деген мағынаны білдіреді. It ол деген мағынаны білдіреді. Ал it is ол етістікпен келіп тұр. Яғни сөйлем құруыңыз келсеңіз, онда міндетті түрде етістік болу керек. Сол етістікпен дайын түрде уже тұр. Енді біз апострофсыз it's-ға қарайық. Оның қандай мағынасы бар? Сонда it's деген ол оның деген мағынаны білдіреді. Оның. Сонда апостроф жоқ. Ол оның, ал it's апострофпен ол деген мағынаны білдіреді. It's апостроф жоқ, бір заттың, бір жануардың тәуелділігін білдіреді. Сонда бір заттың, болмаса бір жануардың тәуелділігін білдіреді. Оның біз тәуелділікті білдіреді ғой. Қараңыздар енді мысал кішкене
жеңіл болады түсінуге. Міне бізде осындай ресторан тұр, иә. Луиджис деген ресторан, мейрамхана. Енді осыған қатысты сөйлем құрайық. Қараңыздар. It's an Italian restaurant. Бірінші it's апострофпен қолданамыз. Its name is Luigi's. Екінші it's та жасылды байқасаңыз, мына жерде апостроф жоқ. Енді мағынасы қандай? Ол итальяндық мейрамхана. Ол итальяндық мейрамхана. Оның аты Luigi's. Оның аты, яғни бір заттың тәуелділігін білдіреді, болмаса бір жануардың тәуелділігін білдіреді. Сонда оның аты Luigi's деп жатырмыз. Көрдіңіздер ме? Сонда it's ол оның аты болып тұр. Its name оның аты. Сол. Түсіндіңіздер ме осы мысалдар? Енді тоқтаңыз, тағы мына жерде Лондон тұр. Лондонға қатысты тағы бір мысал келтірейік. I am from London. Мен Лондоннанмын. Қала Лондон ғой. I am from London. Мен Лондоннанмын. Its weather is rainy. Оның ауа райы жаңбырлы. Оның кімнің? Қай жердің? Лондонның. Лондонның. Сонда it's деген оның ауа райы жаңбырлы болып тұр. Себебі бұл жерде мекеннің тәуелділігін білдіріп жатырмыз. Неге? Ауа райыға қатысты. Сонда оның ауа райы жаңбырлы. Лондонның ауа райы. Оның деген, it's деген ол Лондонның ауа райы болып тұр. Жақсы. Келесі мысал. Бүркіт. Қыран бүркіт. It is beautiful. Ол, жаңағыда бүркіт суреттегі бүркіт әдемі. Its beak is sharp. Оның тұмсығы үшкір. Оның тұмсығы үшкір. Beak деген тұмсық. Сонда it's деген оның, кімнің? Бүркіттің тұмсығы. Сонда its beak деген оның тұмсығы болып тұр. It's деген оның. Жақсы ғой. Енді қателерге қарайық. Жиі кездесіп жататын қателер. Сол қателерді сіздер жасамауларыңыз керек. Қателер. It's деп тек бір затқа, болмаса бір жануарға қолданамыз. Сонда it's деп біз тек қана бір затқа, бір жануарға қолданамыз. Ал көпше түрде келген заттарға, жануарларға they'ді қолданамыз. Сонда менде мысалы бір мына жерде біреу ақ қой. Қалай етсем? Қараңыздар. Менде тек қана бір сағат болса, it's дейміз, it is, ал екі сағат болса, екі зат. They дейміз, they, it is деп қолданбаймыз. Сол секілді, егер де менде бір ит болса, it is дейміз, бір ит, ал екі ит болса, they болып кетеді. Соны айтып жатыр. Мысалы, it's dogs, қате. They are, their, қысқартып жазамыз, their, болмаса, толығымен they are dogs, олар иттер. Келесі сөйлеміз. It's red pens. Біз айтқымыз келген, олар қызыл қаламсаптар. Дұрысы their. Болмаса they are red pens. Көрдіңіз бе? It's жоқ және it's-тің орнына they'ді қолданып жатырмыз. Their. Болмаса it's teachers.
ол мұғалімдер айтқымыз келді. Дұрысы they are teachers. There болмаса they are teachers. Көрдіңіздер ма? Осы қатеге келеді жүйе. Сол үшін it's бір затқа, ал екі затқа болмаса көпше түрде келген жануарларға біз болмаса адамдарға да they'ді әрқашанда қолданамыз. It's емес. Келесі қате. It's тек заттарға, жануарларға қатысты дейді. Адамдарға қолданбаймыз. Адамдарға his, оның, ер адамға. Болмаса her, оның, әйел адамдарға қолданамыз, иә? Сонда it's оның тек қана бір затқа қатысты, сол заттың тәуелділігін білдіреді, болмаса бір жануарға қатысты. Сол жануардың тәуелділігін білдіреді. Бірақ біз адамдарға қатысты, бір адамға қатысты тәуелділікті білдіргіміз келсе, онда his, оның, ер адамның. Болмаса her, оның, әйел адамға қатыстысын қолданамыз. Жарай ма? Келесі. Неге қарайық? Оқы, міне, қате дейді. Its name is Біржан. Дұрыс, біз не айтқымыз келеді? Біз мынаны айтқымыз келген еді. Оның есімі Бауыржан. Оның есімі Бауыржан болса, its name is Бауыржан қате болады. Дұрысы, his name is Бауыржан. Болмаса, оның есімі Раушан. Осыны айтқымыз келеді қазақшасы. Ағылшынша her name is Раушан. Дұрыс. Ал қатесі its name is Раушан. Ол қате болады. Және соңғы қате түріне тоқталып кетейік. It's апострофпен және it's апострофсыз it'сті шатастыру. Шатастырып жатады. Екеуі бір деп ойлап жататындар да бар. Бір заттың, бір жануардың тәуелділігін білдіргенде it'сті қолданбаймыз. Яғни, сонда тәуелділікті білдіру үшін it's апострофпен it'сті қолданбаймыз. Мысалы, it's an Italian restaurant. Біз не айтқымыз келді? Ол итальяндық мейрамхана, оның аты Luigi's. Осында қате келеді. It's an Italian restaurant. Ол итальяндық мейрамхана. It's, көрдіңіз, ана жерде апострофпен жазып жүрген. Дұрысы апострофсыз. Апострофпен жазса, оның деп айтқысы келген, бірақ бұл жерде ол аты Luigi's болып кетті. Бұл жерде оның аты болу керек болған. Оның аты. Сонда it's an Italian. Тәуелділікті білдіру үшін, оның деген сөзді білдіру үшін, оның it's апострофсыз жазамыз, апострофпен жазсақ, ол қате. Болмаса I'm from London, мен Лондоннанмын. Its weather is rainy. Оның ауа райы жаңбырлы. Оның, яғни Лондонның, бұл жерде апострофпен жазған, ол қате. Дұрысы its weather, оның ауа райы жаңбырлы. Осылай болу керек. Бұл қате, its апострофпен, ал апострофсыз its, оның, ол дұрыс. Және сол секілді ол деп бір жануарға, бір затқа айтқанда тәуелділікті білдіретін it'сті қолдану. Сонда, яғни ол деп, it is деп айтқымыз келгенде, біз апострофсыз it'сті қолданамыз. Бұл қате. Қараңыздар. Ол мысық айтқымыз келгені. Дұрысы, it is a cat апострофпен, it's a cat деп апострофсыз жазсаңыз, ол қате. Ол кітап. It's a book. Бұл дұрыс, it's a book. Апострофпен. Апострофсыз ол қате. It's a book. Бұл жерде сіз тәуелділікті білдіріп жатырсыз, тәуелділікті. Ол дұрыс емес. Енді бұл жерде білдірмейміз. Біз жай айтып жатырмыз. Оның деген ешқандай мағына беріп жатқан жоқ, сол үшін қолданбаймыз. Сол құрметті көрермендерім, егер ұнаса, лайк,
осы каналыма жазылыңыздар және басқа адамдарға да айтып кетіңіздер, пайдалы болып жатса. Сол сіздерден жаңа сұрақтар туындап жатса комментарийға жазыңыздар. Мүмкін осындай тағы видео жасаймын. Сол келесі кездескенше. Бай.